Сәлем, тау ешкілер. Тамыз айына болжам жасайтын боламыз. Жалпы тамыз айының энергиясы қандай болады? Финансы, а, отбасы, қарым-қатынас мәселесі, содан кейін қандай ситуациялардың бәлкім алдын алуға болады, қандай кедергілер болуы мүмкін, келесі өсу үшін, алдыға ұмтылу үшін қандай әрекет жасау керек, және де соңғы картамыз бұл қандай кеңес береді сіздерге карта. Кеттік. Тау ешкілер, тамыз айы жалпы энергия бойынша қандай болады екен? Тамыз айы. Тамыз айында тау ешкілер сіздер немесе ақша жинау процесінде боласыздар, немесе үнемдеп ұстау. Демек, тек қана ақша жайлы емес бұл. Бір контроль, қадағалау, ақша жағын қадағалау, қарым-қатынас жағын қадағалау, бәлкім өзіңіздің ерігіңізді қадағалайсыз. Сондай бір қадағалау, контроль, немесе жинақтау, энергияны жинау, бәлкім демалу шығар. В общем, бір контроль, қадағалауда боласыздар тамыз айында. Жалпы тау ешкілер контрольді жақсы көретін жандар, иә? Так что тамыз айында бір қадағалау, контрольда боласыздар. Ары қарай кеттік. Финансы, қаржы мәселесі. Қарайық, тамыз айында қандай болады екен? Достар, ойлану, тау ешкілер. Финансы жайлы ойлану, шешім қабылдау. Ары қарай қалай істесем, не істесем деген сияқты ойлар болады. Демалу. Бұл жерде демалу, сіз бәрін түсінесіз, сіз бәрін білесіз, сіз өзіңіздің финансылық тұрғыдан жағдайыңызды ары қарай, енді тау ешкі болғандықтан, ары қарай 3 айға, жарты жылға сізде финансылық тұрғыдан негізі жоспар бар. Ал тамыз айында сіз соның бәрін біле тұра демаласыз. Қомақайлы сондай үлкен соммада түсетін, топ ете түсетін ақша жоқ. Бірақ финансылық проблема да жоқ. Сіз ойланудасыз, сіз демалудасыз. Сол демалысты өзіңіз таңдап, тамыз айы ғой, демалып алайыншы. Бәлкім қыркүйектен бастап қыруар жұмысқа кірсем деген сияқты ойда боласыздар. Бірақ негізі тау ешкілер ешқашан демалмайды, бірақ тамыз айында бір какта налайте дейді ғой, кішкене демалып алайыншы, кішкене деген сияқты қалыпта күйде боласыздар. Ары қарай кеттік. Қарым-қатынас, тамыз айы. Тау ешкілер. Қарым-қатынас бойынша бұл жерде бір әркім, әр адам өзінің бір лайықты. Мен осы адамға лайықтымын ба? Ол адам маған лайықты ма? Мен вообще осы отбасылық өмірде өмір сүріп жатырмын. Мен осындай отношенияға лайықтымын ба? Бәлкім күйеуіме айту керек, сенің бұл жерің дұрыс, бұл жерің бұрыс деген сияқты осындай бір ойда боласыз. Выяснение отношений дейді ғой. Отбасылық өмір болса, онда айтасыз. Осы жерің дұрыс, осы жерің бұрыс, қарағым, давай енді бүйтіп істейік деген сияқты әртүрлі ойлар, әрекеттер болады. Бәлкім сіз оның алдында шыдап жүрген шығарсыз. Бірақ тамыз айында бәрін тоқатерін ашып айтасыз. Справедливость, в общем. Бір нақтылық болды. Сіз бәрін ашық түрде айтасыз. Түсінікті ғой, иә? Ары қарай кеттік. Қандай кедергілер болуы мүмкін? Қандай ситуациялар болуы мүмкін? Бәлкім сол ситуациялардың алдын алу үшін не істеуге, не жасауға болады? Иә? Қандай кедергі жалпы тамыз айында болуы мүмкін? Кедергі бұл жерде, тау ешкілер, сіздің өзіңіздің бәлкім жалығып кетуіңіз. Шаршап бар ғой, болды, шаршадым, қош, осыны қоя салайыншы деген сияқты ойлар туындауы мүмкін.
сіздің жалығуыңыз, толыққанды бәлкім көңілдің толмауыңыз. Мұңаймаңыз, жалықпаңыз, кетпеңіз, тастамаңыз деген кеңес беруге болады. Ары қарай кеттік. Өсу үшін, даму үшін қандай әрекеттер жасау керек? Өсу, даму. Тауешкілер өсу үшін, даму үшін кішкене қулық қосу керек. Тауешкілер, сіздер бір андай локомотив, поезд сияқты алдыға жүре бересіз, анық қанығын айтып, дүзу, бірақ өсу үшін, мысалы үшін, бәлкім сіз ұжымда жұмыс жасайсыз, бір карьера бойынша өсу үшін, бәлкім сізге бір кішкене қулану керек. Қулық болғанда міндетті түрде өтірік айтып, ондай емес. Бір кішкене жарайды, жақсы деп, өзіңіз іштен бір шынайы бір ақпаратты айтқыңыз келіп тұр, бірақ үндемей сал. Кішкене қулану керек сізге. Бизнес болсын, жұмыс болсын, бұл өмірде кішкене қулығың болмаса, ештеме болмайды. Шындық, прям бүйтіп дүзуінен айтатын, ұрысып, айтып мейтіп кетіп қалатын адамдар ешкімге ұнамайды қазір. Сол себепті кішкене тауешкілер сіздерге кішкене бір хитрость дейді ғой, кішкене қулық болса, жарайды, жақсы деп неше түрлі жаймен, сондай дүние қажет. Ары қарай кеттік. Кеңес картасы. Тамыз айына карта қандай сіздерге кеңес береді? Сомнение, бәлкім, сомнение көп ұстайсыз. Бәлкім, біліп тұрған дүниеңізге, іштей білесіз не болып жатқанын, бірақ оны мойындағыңыз келмейді сол ақпаратты. Егер кеңес ретінде қабылдайтын болсақ, карта сізге айтады, іш дүниеңді тыңда. Сомневаться етпе, сенің интуицияң саған негізі күшті ақпарат береді, бірақ сен оны тыңдамайсың. Сен оны ары қарай талдайсың, ойланасың, ары қарай оны, бірақ сенің интуицияң саған дұрыс кеңес береді негізі. Сен оны қабылдамайсың, сен оны тыңдамайсың, сол үшін сомнениең өте көп. Сол себепті интуицияңды тыңдап, сомнение, мазасыздық деген дүниенің бәрін алып тастап, алдыға ғана ұмтыл. Ондай дүниелерге өз энергияңды кетірме, дейді сіздерге карта. Сонымен, тауешкілер, тамыз айына сіздерге осындай болжам, жеке расклад керек болатын болса, WhatsApp номерім жазылған. Лайк басыңыздар, подписаться басыңыздар, поделиться басыңыздар, бір айтатын сөздеріңіз бар болса, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.